Ассалаумағалейкум қазағым. Біз кеше ғана осыдан бір апта бұрын намыстандық, Бораттың шығып біздің жалауды білген істегенде. Намыстандыңыздар ма? Ол дұрыс істеді, біздің билік дұрыс істеп атқан істеді. Қайталады, көрсетті шындықтың қандай екенін Қазақстанда. Ал енді екінші, қазір мынау адамдардың спискісінде қанша адам қамалып жатыр. Солар неге қамалып жатыр деп ойлайсыздар? Ойнағандан емес. Осылардың бәрі көшеге шығып, билікке өзінің шындығын айтамын деп. Содан көше партиясы деген пайда болған. Мына выбор шындық болатын болса, көше партиясын тіркесін. Выборға қоссын. Ол сол кезде білінеді, кім шын ба бұл, адалмай өтірік па білмеді. Қазақстанның халқы қалай көтеруге болады? Жылы сөйлегеннен ашқаныңға ешкім байымайды. Ешкім жағдай жөнделмейді. Жылы сөйлеп майлағандан ештеңе өзгермейді. Алма дегеннен араларын семіріп кетпейді. Өтірік емес, қоса беріңіздер. Мен шындықты айтқым келеді. Мына жалауды біз құрметтейміз бәріміз. Осы намыстанамыз. Бірақ осы жалау не білдіреді? Қазақстанның, қазақтың туы дұрыс емес па? Енді дұрыс болғаннан кейін мына адамдарды қайта қамап жатыр. Бүгін мына адамдар қамалады спискімен. Ертең адамдар қамалады. Қашан осының бәрі тоқталады? Қашан шындық болады бізде? 405 пен 488-ді қайта қолдана береді. Тыңдап алады да, біз олардың ұрлаған жегендер жетеді ғой. Халықтың жағдайын істеу керек. Қазақстан қалай оянады? Қазірдің өзінде жолда бәрін қамап жатыр, ешкімді өткізбей жатыр. Өтірік байлағаннан ештеңе жөнделмейді. Намыстарыңызды тұрыңыздар, шығыңыздар, жетеді оның бәрін тыңдай бергенде. Қандай выбор жақсы болады? Адал выбор болатын болса, өткен жолы мен выборда болғам, наблюдатель болғам. Білген істеген, мен қылмыстың видеомда бар. Қорықпайын, бәрін гүлжайдан бәрін түсіргем. Үстінен арыз жазды, ұрды, боқтады деп бәлен көрсеткен маған. Шындық болмады ол кезде де. Мына кезде шындық болады деп сенім бар ма? Ол үшін көше партиясы